әлеуметтік желінің жұлдызы болдың деп әзілдейтіндер бар, енді шынына керек. Из ваших переписок установлено, что она вас только любила и требовала взаимности. Мысалы, судья істі қарап шешімін қабылдағанға дейін пікірін айтуға құқығы жоқ. Қоғамда заң мен тәртіптің орнығуы туралы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы талай айтып жүр. Әр адамның құқығы және де соның ішінде әйелдің де құқығы толық қорғалу керек. Жалпы әрбір әйел өзін қауіпсіз сезінетін қоғам қалыптастыру ол бәріміздің міндетіміз. Ең ауыр сот процесі қандай болды? Гаражный есігін ашып қалсам, екеуі аяқ қолын кесіп жатыр екен деп, денесін бәрін бөлшектеп, шарбаққа көміп тастайды. Және сталкингке қатысты айтатын болсақ, бұл да қылмыстық кодекске енгізіліп жатыр. Кез келген зорлық-зомбылық ол қандай да бір салт-дәстүрмен ақтап алуға келмейді. Өзіңіз сол сәтте қандай сезімде болдыңыз? Біздің тәжірибемізде өте көп қарғау сөздер айтылады, ауыр сөздер айтылады. Мен туралы айтушы судья ретінде жәбірленушінің немесе мемлекеттік айыптаушының сотталушының жағында әрекет етпеймін. Мен тек қана заңды басшылық қаламын. Өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы деген шешімді қабылдап жатқан кезде түсінесің, адамның тағдырына нүкте қоятынын түсінесің. Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрайымы Зарема Кәрімқызы Хамидуллина, қош келдіңіз. Қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалай? Шынайы біздің сұхбаттар сериясына қош келдіңіздер. Әрине біз әдеттегі дәстүрімізге сәйкес мүмкіндігінше YouTube'те сұхбат алушының барлығына бара беретін емес, жаңа тұлғалар айтатын ойы терең тұлғаларды өздеріңізге тауып сұхбатқа алып келуге тырысамыз. Бүгін де дәл сондай қадамға барып отырмыз. Бізге сұхбатқа келген жанмен әсіресе көп инсайт аласыз, өмірлік көп түйіндер болады, және ең бастысы адамдық заңдылықтарына арналған көп жаңа қадамдар болады деген үміттемін. Және бүгін біздің сұхбатымыз үшін арнайы Астанаға Атыраудан келген қонағымызға назар аударуларыңызды сұраймыз. Атырау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрайымы Зарема Кәрімқызы Хамидуллина, қош келдіңіз. Сұхбат беруге келіскеніңізге біріншіден рахмет айтамыз. Жалпы сіздің енді 22 жылдық осы бағыттағы тәжірибеңізде толығынан, тереңінен подкаст форматында сұхбатқа бірінші рет келуіңіз ғой деймін, қателеспесем. Мен YouTube-тан таба алмадым сіздің видео интервьюларыңызды. Бірінші рет қой, қателеспесем. Қайырлы кеш, Әйгерім ханым. Студия қонақ етіп шақырғандарыңызға алғысымды айтамын. Мен 22 жыл сот жүйесінде қызмет атқардым. Ең бірінші алғаш 2004 жылы жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін аудандық сотқа маман болып тағайындалып, содан кейін Атырау облысы сотында бірнеше жыл қызмет жасадым. 2016 жылы судья лауазымына тағайындалдым. Судьялық қызметімнің еңбек өтілі 10 жылды құрайды. Жалпы Атырау облысында әртүрлі бағдарламалар бар. Бізді әрине шақырады, бірақ осындай форматтағы подкастқа бірінші рет келуім. Ашылуға келіскеніңізге рахмет айтамыз. Себебі заң бар, тәртіп бар. Біздің қоғамның жалпы жүйеленіп, тәртіп тұрғысынан бірізділі болуы үшін көп механизмдер жүзеге асып жатыр. Дегенмен де бір заңды түсіндіру, осы жалпы заң жобаларының нормативтердің халықтың арасында тарауы үшін ақпараттандыру аса маңызды. Әсіресе сіздің әріптестеріңіздің сұхбатқа еркін форматтағы сұхбатқа келісуі өте сирек болады. Біз көбірек сіздердің араласқандарыңызды, түсіндіргендеріңізді қалаймыз. Себебі барлығымыз қалай айтсақ та маман біз, бірақ адамбыз ғой. Сондықтан да ашықтығыңыз үшін, келіскеніңіз үшін тағы да рахмет айтамын. Негізі судья мамандығына нәзік жандылар оңайлықпен келе бермейді. Сіздің осы мамандықты таңдауыңызға қателеспесем, әкеңіздің ықпалы болды. Дұрыс па? Әрине. Мен осы мамандық таңдауыма әкемнің ықпалы ерекше болды. Себебі әкем ұзақ жылдар бойы елге қызмет еткен, халықпен жұмыс жасаған адам. Біз бала кезімізде әкеміздің халықпен жұмыс жасап, адамдардың тыңдап, олардың мәселелеріне бейжай қарамайтынын,
көріп өстік. Және де біз отбасымызда әкем екеуміз мемлекеттік қызмет таңдадық, қалғандары жеке қызмет болды. Сосын әрқашан маған әкем айтатын, егер де мемлекетке қызметке келуге шешім қабылдаған болсаң, лауазымға емес, халыққа қызмет атқаруға соған жұмыстан деп. Сол менің өмірлік бағдарым бұл санамда қалып қойды. Осы мақсатта осы мамандық таңдадым. Яғни негізгі миссия халыққа қызмет ету, халықтың қызметшісі болу. Сіздің мамандығыңыз туралы толығырақ қазір алдағы уақытта да тағы да тереңнен тарқатамыз. Сіздің есіміңіздің халықтың арасында осы кейінгі әсіресе қараша айында танылып кетуіне әсер еткен осы сіз қараған сот ісі Яна марқұм Риккадимова, және сол үкімді шығарғаннан кейінгі айтқан пікіріңіз. Бұл көпшіліктің арасында кеңінен тарады, және бұл іске де, бұл сот ісінің үкіміне де, шешімге де, бәріне жұрттың әлдеқайда ерекше назар аударуына әсер етті деп ойлаймын. Жалпы әріптестеріңіздің арасында бұған реакция қалай болды? Көпшілікте әріптестеріңіз не деп жатыр? Бұлай пікір айтуға болады деген сияқты. Бұлай екінің бір олай істемейді ғой, білесіз ғой? Бүгінгі таңда сот актісі жарияланған кейін қабылданған шешімнің мәнін түсіндіру бұл заң талаптарының бірі болып табылады. Сондықтан менің жағдайымда бұл бір эмоционалдық еркіндік деп емес, бұл менің қызметтік міндетімнің бір бөлігі деп қабылдаған дұрыс. Себебі қоғамда судьяға бір ойын ашық айтуға бір судьяға тән бейне емес деп қабылдауы мүмкін, бірақ біздер шешім қабылдаған кезде, оны мәнін түсіндіргенде, ол сот тәжірибесінде оң нәтиже беріп отыр. Сот шешімін түсіндіру деген. Мысалы, бізде қылмыстық істер ұзақ мерзім қаралуы мүмкін. Ол барлық жағдайда ата-ана, бауырлары, жұбайлары процеске қатыса алмайды. Ал сот актісін тыңдауға ол көпшіліктің назарында болады, және де отбасы мүшелері келеді. Сол кезде біз көбіне қарапайым тілмен сот шешімін түсіндіріп айтқан кезде, мысалы, білесіз, сот ісі болғасын бір тарап әрине наразы болады. Екі жақтың оның үстіне адам қазасымен аяқталған істер ол татуласумен олай аяқталмайды. Сол кезде көп жағдайда ата-ана түсініп кетеді баласын жасаған іс-әрекеті бойынша. Енді әріптестердің арасында әлеуметтік желінің жұлдызы болдым деп әзілдейтіндер бар, енді шынына керек. Бірақ кейбір мен көпшіліктің әріптестерінің тарапынан қолдау сездім. Ол жерде менің, мысалы, судья істі қарап шешімін қабылдағанға дейін пікірін айтуға құқығы жоқ. Ал сот актісі жарияланғаннан кейін судьяның адамгершілік тұрғысында қабылданған шешім мәнін түсіндіру, ол заң талаптарына сәйкес. Өзіңіз сол сәтте қандай сезімде болдыңыз? Енді қылмыстық істі қараған кезде, оның үстіне адам қазасымен аяқталған істер, ол судьяның жүрегіне өтпей қоймайды. Мысалы, менің 10 жылдық тәжірибемде барлық істер есімде. Оны тез ұмытып кете алмайсың. Әрине. Сол себепті енді баласын жоқтап отырған ата-ана бар, жап-жас баласын темір тордың ар жағында отырып қиналып отырған ата-ана бар. Сол кезде оның бәрін ойлап жүрегіне өткізген кезде, және де жас қыздардың қаза болғанын көріп, ол судьяға оңай болмайды. Ол шешімді қабылдау, оның үстіне ең ауыр жазаны қабылдап, ол өте қиын. Ол жерде судья адам баласы болғандықтан өзіңді жәбірленушінің орнына да қойып көресің, сотталушының орнына да қойып көресің. Мысалы, біреудің жалғыз баласы сотталып жатады, ол ата-анаға да оңай емес. Мысалы, білесіз, қай ата-ана баласын жаман болсын деп тәрбиелейді. Барлық ата-ана баласынан жақсы үміт күтеді. Сондықтан сот шешімін қабылдап түсіндірген кезде судьяға эмоцияға берілуге болмайды. Бірақ дегенмен біз егер адами қасиетімізді жоғалтсақ, ол бізде сезім болмаса, ол дұрыс емес. Себебі біз күнделікті өзімізді ар сотына да саламыз, ар мен заңды теңестіре отырып, осы шешімді қабылдаймыз. Яғни бұл істе сіз әрине мамансыз, ең бірінші профессионалсыз, бірақ бәрібір жүректен өткізген сол жерде сол
сот процесіндегі барлық адамдар үшін жаны ашыған адам ретінде оңай болған жоқ, иә? Негізі енді білмеймін бұл қаншалықты салыстыру дұрыс екенін, бірақ мысалы әлеуметтік желіде де, жаңағы медиада да өте көп тараған видеолар бар. Бұл Америка Құрама Штаттарының кейбір штаттарында, мысалы, сот процестерінде судьялар өзін көп жағдайда азаматтық позицияға қойып отырып сөйлесіп жатады. Сотталушылармен сөйлесіп жататын диалогтарын көреміз. Қателеспесем, бұл Америка Құрама Штаттарындағы қылмыстық істерді азайту үшін әдейі арнайы стратегиялық, идеологиялық жоспардың бірі болған дейді. Қалай ойлайсыз, бұл процестер біздің мемлекетке заң жүзінде керек па, бұндай дүниелер? Енді ақш тәжірибесінде тәрбиелік сипаттағы диалогтарды жиі көріп жүрміз. Бірақ біздің жағдайымызда да біз сотталушылармен ашық сөйлесеміз, жәбірленушімен де ашық сөйлесеміз. Себебі, мысалы, сотталушыны айыптап жатыр екен деп, сіз осы қылмысты жасадыңыз деп бірден оған қарамаймыз. Бізде тараптардың бейтараптылығы бар. Мысалы, мен туралы айтушы судья ретінде жәбірленушінің немесе мемлекеттік айыптаушының сотталушының жағында әрекет етпеймін. Мен тек қана заңды басшылық қаламын. Сосын істің мәні бойынша қарап, ашып тырысуға, ол адамның жағдайын түсінуге, ол қылмыс жасауға қандай себеп болды, негіз болды, соның барлығын түсінуге тырысамыз. Бізде де ашық пікір алмасу болады. Бірақ біздің міндетіміз бейтараптылығымыз, және де біз қабылдайтын шешімді алдын ала жарияламаймыз. Әрине, ол аса маңызды деп те ойлаймын, жарияламау керек деп те ойлаймын, алдын ала әрине. Ол кеңесу бөлмесінің құпиясы. Барлық қылмыстық істер қаралып, дәлелдемелердің жиынтығымен зерттеліп болғаннан кейін судья сотталушы соңғы сөзін тыңдап, кеңесу бөлмесіне бөлінеді. Сол кеңесу бөлмесінде сот қабылдайтын шешімін сот актісі жарияланған кезде хабарлайды. Енді бұл сұраққа келудегі негізгі енді мақсаттардың бірі, сіз өмір бойына бас бостандығынан айыру деген ең ауыр үкім, біздің мемлекетте. Дәл осы үкімді бірнеше рет шығардыңыз, 5 рет қателеспесем. Бұл процесс оңай емес, оны айту да оңай емес. Жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, барлық ракурсты, барлық жағдайды түсініп тұрған адам ретінде қиын. Дәл осы ауыр жазаны қабылдауға қатысты шешімді жариялайтын сәтте, сол үкімді қабылдайтын сәтте, сізде іштей былай жаңағы тербеліс дейді ғой, эмоционалдық тербеліс, мүмкін мына альтернативті үкімді шығарам деген сияқты шатасулар, ойланулар болмай ма? Болды ма? Осы 5 процестің өзінде мысалы? Өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы деген бұл ең судья үшін ауыр шешімдердің бірі. Ол кезде, ол шешімді қабылдап атқан кезде түсінесің, адамның тағдырына нүкте қоятынын түсінесің. Сондықтан бұл шешімді қабылдау оңай емес. Жаза тағайындаудың мақсаты әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталушының түзелуіне жеткілікті жаза тағайындау, және де жаңа қылмыстардың алдын алу болып табылады. Біздің мақсатымыз сотталушыдан кек алу емес, қоғамдық қауіпсіздендіру, қылмыскерлерден сақтау, және де бұндай қылмыстардың қайталануын болдырмау. Сонымен қатар басқа адамдар осындай қылмыстарға жол бермеуін сақтаймыз. Яғни бұл үкімдер жалпы қоғамда заң алдындағы жауапкершілікті жақсырақ түсінуге әсерін тигізеді. Әрине, енді адамға ондай жаза тағайындаған кезде ол адам біріншіден қоғамға қауіпті ма? Бұл қайтадан қылмысты жасайды ма? Оған сенім артуға бола ма? Сол мәселенің бәрін талқылаймыз. Себебі мен 6 адамға қатысты 5 үкім қабылдадым. Оның барлығында қылмыстың қауіптілігі, сипаты бәрін ескереміз. Қандай жасады? Кішкентай балаға қатысты жасады ма? Бірнеше адамға қатысты жасады ма? Алдын ала жоспарлап жасады ма? Оған саналы түрде жол берді ма? Бұл қылмыс аяқ астынан болмаған, оған қалай дайындалды олар, одан кейін қандай сезімге келді, бір өкініш сезімдері болды ма, болған жоқ па, оны бәріне баға беріп шешім қабылданады. Дәл осы ретте айтыңызшы, жалпы сіз мысалы енді осы сот ісі жөніндегі практикада 20 жыл жүрсіз, 22 жыл. Бұл тұтас бір тарих, біздің қоғамдағы тарих, кәдімгідей бір адамның өмірімен бірдей уақыт.
жалпы алған кезде 20 жылға саяси, тарихи, экономикалық талдау жасайтын болсақ, прогресстер көп, әртүрлі өзгерістер болып жатыр, әртүрлі жағдайларға байланысты. Ал қылмыстық өмірдегі сипат қандай? Қылмыс көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Қылмыскерлердің қатыгездігі, тым қаттылығы бәсеңдеп жатыр ма? Әлде бұл ол жалпы қоғамдық даму процесіне байланысты емес дүние ме? Қазіргі уақытта жастардың арасында әлеуметтік желінің әсері өте үлкен. Сонымен қатар жеңіл жолмен ақша табу, есірткі тарату. Мысалы, менде тәжірибемде бір сотталушы айтқан, мен таңғы 6-да тұрғым келмейді, мен 8 сағат жұмыс жасағым келмейді, маған осы жеңіл жолмен ақша табу, бір жерге бір затты апарып тастап кету, содан көп қаражат табамын деп. Сосын мен оған сұрақ қойдым. Ал сізге мысалы сол ақшаңыз қазіргі сізге көзделіп отқан жазаға лайық деп ойлайсыз ба, тапқан табысыңыз дегенде, жоқ, әрине, мен оны кеш түсіндім деп айтты. Сонымен қатар қылмыстық кодексте соңғы жылдары белгілі бір санкциялар күшейтілді. Кейбір іс-әрекеттер қылмыс қатарына жатқызылды соңғы өзгерістерге сәйкес. Қандай іс-әрекеттер мысалы? Мысалы, кешегі соңғы қылмыстық кодекске адамдығы қудалау, сталкинг, еркінен тыс алып қашу, олардың барлығы қылмыс ретінде айқындалып, қылмыстық кодексті баптар енгізілді. Негізі қанша біздің қоғам саналы түрде жауапкершілікпен нақты қадам жасай алатын дамып келе жатыр десек те, еркінен тыс алып қашу, немесе соңынан қуып жүру әлі де бар. Біздің қоғамда бұл дүние әлі де болып жатқаны қорқынышты. Мүмкін заң, мүмкін бұл дүниелерде енді жауапкершілікке тартатын шығар, енді азаятын шығар деген үміт бар. Бірақ мысалы, енді қайтадан енді әртүрлі батыстық кейстар еске түседі ғой. Мысалы, видео ойындарда көп отыратын балалар. Ана жерде саналы түрде, мысалы, түп санада қылмыс болып жатады, соғыс болып жатады ойында, өлтіріп жатады үнемі. Содан шығып, сосын автоматты түрде сол процесстерді өмірде қайталайтын жағдайларды. Мысалы, психологтар, психоаналитиктерде көп қатыгез видео ойындарда отыру баланы сол қатыгез қылып өсіреді дейді. Бұл рас па? Сізде бұндай кейстер болды ма? Әрине, менде бір өндірісінде бір қылмыстық іс болған. Сол кезде сотталушы қаталмасуында өзін әлеуметтік ойындарда бір ойын атауы бар. Сол кезде Бобс Хитман деп атайды. Ол Бобс Хитман ол ойында жалдамалы киллер болып. Сол образға өзі кіріп кеткен. Сол образға сәйкес өзін сол рөлде ойнап, соған қылмысқа дайындалған. Өзінің образын видео ойында және өмірде де параллельді. Бұның бәрі әлеуметтік желідегі жастардың әсер етеді дегенге алып келеді. Яғни қылмыстағы қатыгездік деңгейі төмендеген жоқ, қайта әлеуметтік желі немесе жаңа трендтегі видео ойындар бәрі әсер етіп жатыр. Мен осы тұрғыда айтқым келеді, ата-анаға мысалы бойжеткен, ержеткен балаларын әлеуметтік желіде қандай сайттарға кіреді, кімдермен хат алмасады, оның барлығын бақылау керек. Себебі әрекетке, қабілетке болғанға дейін, білесіз, бала ата-ананың және де мемлекеттің қарауында. Сондықтан, мысалы, кейбір істерде ата-ана өте кеш біліп қалады. Ол бір бой жетіп қалса да, өзі ақыл есін біліп қалды деп ойлайтса да, баланың қандай әлеуметтік желіді қолданады, кімдермен сөйлеседі, оның бәрін бақылау керек. Енді мына сіздің сөзіңізден кейін кәдімгідей тіпті ойнап жүрген ойынында қандай рөлді жиі таңдайды, қандай өзінің өмірде жасамай жүрген әрекеттерін бәлкім ол ойын арқылы жасап жүрген шығар, бәлкім оның ішінде агрессия бар шығар, соған мән беру керек екен, ата-аналарға әсіресе қаперінде жүретін дүние екен. Негізі, мысалы енді көп эксперттер айтып жатады ғой, лудомания болсын, басқа да әртүрлі осындай тәуелділікке алып келетін тағдырына үлкен әсерін тигізетін, мысалы қылмыстағы адамдарға көп жағдайда жақындары тарапынан, айналасындағы орта достарынан назарынан тыс қалып қоюы әсер етеді дейді. Адамның көмекшісі адам дейді ғой, бақылап жүру маңызды. Әрине.
Сіздің ең бірінші сот процесіңіз және сол жердегі үкіміңіз туралы өз ойыңызды бір сұхбаттан оқыған едім. Әлі күнге дейін ұмытпаймын деп айтқан едіңіз. Сол жердегі шығарылған үкімге қатысты да көп қиындықпен қабылданғанын және одан кейін ұзақ уақыт бойы өзіңізге келгеніңізді айтып едіңіз. Осыны Енді адам бірінші күннен бастап сот болып қалыптасып кетпейді ғой. Әрине. Оған үлкен тәжірибе керек. Мен алғаш 2016 жылы судья болып келген кезде маған бірнеше рет сотталған соттаушы мен ісі қарадым. Ол өзінің қылмысқа қатыстылығын жоғын баяндады. Мен шынымды айтсам, басында куәлардың сөзіне күмәнмен қарап, оған көбірек сеніп, содан кейін барлық дәлелдемелерді зерттеп келгеннен кейін шешім қабылдадым. Және де оның жасаған қылмысы өте ауыр болды. Оның салдары да үлкен болды. Қандай қылмыс жасады? Адам өлтіру. Сол есімде қалып қойған. Онымен қазір енді тәжірибемен шыңдалады ғой, енді шынына керек. Қазір мен кейде күліп есіме алам, себебі басында мен соған сенгенім, менің мүмкін тәжірибемнің жоқтығы шығар, бірақ қылмыстық істі қарап келген кезде барлық дәлелдемелерді жиынтығымен оны қылмыс жасағаны дәлелденді. Жаңа енді бұған дейін біз сізбен қылмыскердің мотивтерін талқыладық қой, әлеуметтік желі деп жатырмыз, видео ойындар деп, оның санасына әсер ететін дүниелер. Және бұның бәрін маман ретінде сіз көріп отырғасын, біліп отырғасын, аналитика жасап отырғасын, қылмыскерді түсініп отырғаннан кейін оған қатысты үкім шығаруды оңай емес. Ал сот процесі аяқталғаннан кейін сіз өзіңізге қалай келесіз? Жалпы жүрек қалай болады? Жалпы енді әрбір іс судьяның санасынан тез ұмытылып кетпейді. Себебі оның ішінде адам қазасымен аяқталған істер судьяның жүрегінен өтеді. Мысалы, сол қылмыстық іспен бірге жүреміз біз. Мысалы, бір қылмыстық іс, бір оқиға. Оның ішінде барлық куәларды, жәбірленушілердің бәрін сотталушы тыңдап келгенде біз сол қылмыстық іспен бірге өмір сүріп жүреміз. Таңертең кешке барлық ойлап, мысалы, мен бір әріптес айтатын, мен шешім қабылдау барысында көлік жүргізбеймін, басқа нәрсеге алаңдап кетемін деп. Ондай жағдайларда бізде болады, мысалы, тек қана соны ойлап жүресің. Бірақ енді басқа істерге әділ шешім қабылдау үшін ішкі жауапкершілік бар. Сондықтан өз-өзіңге тез келіп, келесі қылмыстық бізде істер өндірісте көп қой. Мысалы, бір қылмыс аяқталды ма, екінші қылмыстық іс қатар қаралып жатады. Сондықтан ол іске де әділ болу үшін өзіңді тез жинақтау керексің. Қандай тәсіл сізде? Өзін жинақтау деген істе қандай тәсілмен жинақталасыз? Мысалы, қандай ережеңіз бар? Оған арнайы бір ереже жоқ. Мысалы, бізге ол күнделікті тәжірибе ретінде де қалыптастырып кетуге болмайды, үйреншікті нәрсе деп. Себебі бір қылмыстық іс, ол бір бөлек өзге адам. Бұл өмір. Иә. Оған бәріне осы қылмыстық іс, осы қылмыстық іске ұқсайды екен деп қарауға болмайды. Оған, мысалы, ол басқа оқиға, басқа тағдыр, басқа адам. Сондықтан оның мәселесін тыңдап, шешім қабылдаған кезде басқа қылмыстық істермен ұқсастырмаймыз. Енді өз-өзіңе келу ішкі жұмыс, ішкі тәртіп. Біздерде кешкі серуен, ойымды жинақтап, келесі қылмысқа кірісу істерге қараған кезде, істерге. Енді бұлай, бұл ақырын келе жатқан дүние ғой. Енді сіз қалай дегенде де, осымен осы сұхбаттан нешінші рет қайталап отырмын. Қанша жерден сіз маман болғанмен сіз адамсыз, иә? Және қалай десек те, енді бізде қоғамда қатыгез, жүйесі қатты, жұмысы қатал мамандықтарда әйел адамдар болған кезде қоғамда көзқарас басқа болады. Сіз өз басыңызда оны сезінген шығарсыз. Судья әйел деген, әйелдер қатаң бола алады ма, әйелдер неге бұндай үкім шығарып жатыр деген сияқты қоғамдық пікірден көп бір ұқсас пікірлер айтылған кездер болды ма сізде? Жалпы судьялық қызмет ол жынысқа бөлінбейді. Бұл жерде бізде бастысы мінез бен жауапкершілік.
Сондықтан әйел адамға әрине енді эмоциялық стресстік жағдайлар әсер етуі мүмкін. Дегенмен енді әйелдің басқа да жүгі бар, білесіз, отанынан басқа отбасы мәселесі бар. Сондықтан әйел адамдарға әйел адам ер адамнан қатаңырақ болады деп ойламаймын. Бәрі адамның тұлғасына байланысты және де қараған істің мән-жайына байланысты. Бұл сұрақты қоюдағы негізгі себеп сізбен сұхбат алатынға дейін әлеуметтік желіде жасыратыны жоқ. Мен кәдімгі сот істеріне қатысты тарап кеткен видеолар, әртүрлі сот процестеріне қатысты қылмыскерлер туралы тараған ақпараттық порталдардағы дүниелердің барлығын қарап, етене бүкіл комментарийлерді оқып отырдым. Жұрт не дейді, ел қалай қабылдайды, үкімге реакциялар қалай. Сот процесі болған жерде, үкім шыққан жерде ешқашан бір жақты келісім деген болмайды. Сіз өзіңіз де оны айтып отырсыз. Және ең көп пікір, әйел адам сот болған кезде міндетті түрде оның жынысына қатысты, жаңағы міндетті түрде кем дегенде бір 30% пікір бар екен. Менің өзімде кәдімгіде бұны сол әйел заты болып жүрген судья қалай қабылдайды, мынаумен өмір сүру оңай болмаған шығар деген автоматты түрде риторика пайда болды. Сұрақты сондықтан да қойып отырмын. Яғни сізде нақты қағида, сіз оған мән бермеуге тырысасыз. Тағдырың анаңдікіндей болғанын қаламадым, бірақ әлгі адам бәрін ойран етуі мүмкін. Мынау не өзі? Үлкен абысыным әрдайым жұмыс істейді. Ал ортаншы абысын жасанып әрі-бері жүре ме? Бұл дұрыс емес. Мен бұл үйге сіздің шақыруыңызбен келген жоқ. Сіз кет десеңіз де кетпеймін. Мен тек өз еркіммен кетем. Себебі біз қылмыстық істі қараған кезде, мысалы, резонансты істер ол судьяға бір қосымша психологиялық жүк болады. Себебі ол жерде қылмыстық іс бар, және де қоғамны күткен үміті бар, қоғамдық пікір бар. Бірақ судья қылмыстық іс қараған кезде қоғам пікірімен байланысты емес. Жалпы кез келген адам судьяның жұмысына араласа алмайды. Мысалы, өзіңіз ойлап көріңізші, бір адам оқиғаның мән-жайын естиді де, болды, оған осындай жаза тағайындалу керек деген пікірін жасады. Ал біздің көз алдымызда, қол алдымызда біздің қылмыстық іс бар. Ол мәліметті жариялаған тарап өзіне керек мәліметтерді ғана, өзіне ыңғайлы мәлімет жарайды. Ал оның екінші жағы да болады ол, мысалы. Біз судья ретінде барлық мән-жайларды қараймыз, сосын дәлелдемелерді толық зерттейміз, кінәлі тұлғаны өзін де тыңдаймыз. Сондықтан жалпы соттың жұмысына араласуға ешкім құқығы жоқ, және де осындай жаза берілсін, осындай шешім шығарылсын деп талап қоюға да ешкімнің құқығы жоқ. Бірақ дегенмен ол қосымша пікірлер айтылып жатады, бірақ судья шешім қараған кезде қоғам пікірімен байланысты болмайды. Біз тек қана заң талаптарын басшылық қыламыз, және де заңға сәйкес шешім қабылдаймыз. Барынша объективті болуға не көмектеседі? Мысалы, дәл сол жаңа сіз айтып отырған резонансты істер, әсіресе мынау ең қатты қараша айындағы таралған сот ісі. Бұл жерде бүкіл Қазақстан болып, тіпті алыс жақын біздің көрші мемлекеттерде бақылап отырды. Өйткені сот процесі өте қатаң, сот процесінде қатыгез детальдар ашыла бастады. Жаңағы әлеуметтік желіде, WhatsApp-тағы олардың хабарламалары, ол жердегі әрекеттер енді есіме түсіргім келмейді. Ол процесте болған сізді енді комментарий өте аз. Дәл осы процесте сіз де бақылап отырдыңыз ғой, пікірлер күн сайын айтылып отырды. Объективтілікті сақтап қалу қаншалықты қиын ондай кездерде? Біз енді қылмыстық істі қараған кезде жаңа атап өткендей қоғам пікірімен байланысты емеспіз, және де бізде көп уақыт бола бермейді. Қарамайсыз. Оқуға менің мақсатым қылмыстық істі объективті қарау, жан-жақты қарау, және де оған дұрыс баға беру. Әрине әлеуметтік желіде көп деген мәліметтер тарады. Енді сот ісі ашық болды. Ашық болғандықтан енді бізде
еркін сөйлеу құқығы бар адамдардың, әлеуметтік желіге өздерінің қалаған жазуға құқықтары бар. Сондықтан әркімнің өзінің еркі. Бәрі қалыпты жағдай дейсіз ғой. Бірақ сол сот ісі болып жатқанда сіз оларға мән бермеуге тырысасыз, иә? Иә. Енді жалпы соңғы қараша айында қаралған істер емес. Одан да басқа бізде көптеген істер болды, және де көп қоғамның қызығушылығы, қоғамды алаңдатқан істер де болды. Оның барлығында әлеуметтік желіде пікірлер жазылып жатқан болатын. Енді әрине сұхбат алатын кезде өзіңді сұхбат берушінің орнына қойып көресің. Өйткені бәрібір оның жанын түсінгің келеді. Сұрақ солай туындайды. Білмеймін, жұртты қалай екен, менің басымда сондай. Және енді сол сот процестеріндегі бүкіл айналасындағы пікірлер бәрін жаңа айтып отырмын, аналитика жасадым деп. Байқағаным, көп жағдайда мысалы қыздарға қатысты кешке болған қылмыстар, зорлық болсын, қол көтеру, тұрмыстық зорлық-зомбылық көбіне қыздарды кінәлайтын бар. Тым ашық киінді, өзі провокация жасады, өзі ауыр сөйледі, сондықтан жаңағы қылмыскердің жазасы жеңіл болу керек деген сияқты. Бұндай дүниелермен күресе отырып сот істері жүзеге асып, шешім қабылдау қиын болған сәттер болды ма? Нақты кейстер бар ма еске түсіруге болатын? Енді бұл біздің мемлекетте ғана емес қой, өте көп мемлекетте бар дүние. Енді көп жағдайда оқиғаларда қылмыстар тек қана бір жақты бола бермейді, оны білесіз. Дегенмен қыздың тарапынан жаңағы ашық киіну, қарсы сөйлеу, ол қыз болсын, ол болсын, кім болса да, ешкімнің біреудің өмірін алуға құқығы жоқ. Ол негіз емес. Жалпы енді ашуын жеңе білген адам ең мықты адам деп айтады ғой. Мысалы, ол өзімен жұмыс жасап, ол мәселені бейбіт түрде шешуге болады. Ол адамның өзінің таңдауы, егер де сол қылмысқа баратын болса. Құрбан ешқашан кінәлі емес. Иә, сонда қыз бала ауыр сөйледі екен, немесе ол ашық киінді екен, немесе теріс әрекет жасады екен деп, біреуге қол көтеруге, оның өмірін алуға ешкім құқығы жоқ. Мысалы, менің өндірісімде бұрын бір қылмыстық іс қаралды. Ол жерде қылмыс жасауға түрткі болған бір отбасылық жанжал. Күйеуі 19 жыл бойы әйелін ұрып келеді. Әйелі зорлық көріп, содан кейін оны өлтіруге шешім қабылдайды да. Сол күні ол енді ер адам ішімдікке салынған. Өзінің жасөспірім қызы бар, кішкентай, қылмыстық жауаптылық жасқа жеткен жоқ ол кезде. Сосын өзінің сіңлісінің баласы бар, және де өзінің үлкен қызы бар. Орын ол арақ ішкен кезде олар оған димедрол құйып ұйықтатады екен. Сосын сол күні де димедрол құйып ұйықтатып тастайды. Бір кезде ол оянып кетеді. Сол кезде укол салып, қайтадан құлатып, жаңағы үлкен қызы кішкентайларды алып кеткен кезде әйел адам оны тұншығып өлтіреді, ұйықтап жатқан жерінен. Сосын төртеуі шешім қабылдайды, Сирияға кетіп қалды деп айтамыз деп, жоқ болып кетті деп. Сосын гаражға апарып тастап, бізге бұның барлығын жаңағы сіңлісінің баласы айтады. Сосын сарайға апарып, ертең күні біз базарға барып, ара, балта, сондай құралдар алып келдік. Сосын екі жұмысшы келіп, шарбақты ауланы қазды. Сол жерде мен гаражный есігін ашып қалсам, екеуі аяқ қолын кесіп жатыр екен деп сондай мәселелер айтты. Сосын денесін бәрін бөлшектеп, шарбаққа көміп тастайды. Содан кейін 5 жыл уақыт өтеді. Кезінде ер балаға бұлар айтады, ертең сен 18-де толған кезде сол кісінің көлігін береміз деп. 18-ге толғаннан кейін көлік берілмейді, үй берілмейді, бұл бала далаға кетіп қалады. Сосын бұл келіп 5 жылдан кейін сұрай бастайды. Көлігімді беріңдер деп. Иә, сендер маған уәде берген нәрселерді беріңдер деп. Одан кейін не болмаса 5 миллион теңге ақша беріңдер дейді. Менің қойған талабым, олар өздерінің уәдесін орындасын деп талап қойдым. Бірақ ол жігіт бізге айтты, мен ұйықтай алмаймын, себебі түсімде көрем, көзіме елестейді, мүлдем мазасызданып кеттім деп. Сосын
Үлкен қызы мен жаңағы сотталушы әйел адам екеуі бұл жігіттің үстінен полицияға арыз беруге жұмыстанады. Бізді бопсалап жүрді. Сол кезде саған 5 миллион теңге ақшаңды береміз деп алдап полицияға арыз жазып, өздері полицияға арыз жазып, жігітті 5 миллион теңге муляж беріп атқан жеріне ұстайды. Сосын жігіт бүкіл оқиғаны айтып бергенде сол шарбақтан мүрдені қазып алады, 7 жылдан кейін. Енді бұнымен айтқым келгені, барлық сол кезде жауапты болған куәлар, әріптестер барлық айтты. Ол әйел адам үнемі дене жарақатымен жүреді, таңда крышада отырады, төбеде. Ұйықтамайды, күйеуінің тарапынан қол көтерулер бар деп. Енді мен әрине сот ретінде ол әйел адамға сұрақ қоям. Сіз бұл мәселені шешу үшін полицияға арыз жаздыңыз ба? Ажырасуға арыз жаздыңыз ба? Бұл мәселені бейбіт шешуге тырыстыңыз ба? Немесе туыстарыңызға айттыңыз ба? Мен одан жауап ала алмадым. Қанша жерде соққыға жығылса да, ол әйел адам өзінің күйеуін өлтіріп, ондай шешім қабылдауға құқығы жоқ. Ол заңның алдында жауап береді бұл әрекет үшін. Сондықтан қанша жерден жәбірленуші кінәлі болса да, мысалы сіз бір адам біреуден жәбір көріп жүрсе, ол міндетті түрде қазір бізде құқық қорғау органдары бар ғой, бұл бойынша жұмыс жасайтын. Сол бойынша арыздану керек, өз бетімен шешім қабылдап, іс-әрекет жасаса, ол заңның алдында жауап береді. Тиісті жазасын алды. Өте ауыр ситуация негізі. Ол жерде енді көп нәрсені жағдайлар болды, барлық куәлар тыңдалды, жаңағы денесін жинақтау өте қиын болды, бірақ сот шешімі заңды күшінде. Жалпы көп, мысалы енді сіздің бағытыңыз аса ауыр қылмыстар, көп аса ауыр қылмыстардың бөлігі, мысалы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың салдары ретінде де қарастырылатындар бар, байқаған. Келісесіз бе осымен? Иә. Кәдімгі әйеліне қол көтеру, жаңағы баласына педофилия немесе өлтіріп қою, осының бәрі айналадағы туысқандар, жақындар, достар, көршілер, құдалар арасынан кетіп қалып жатады. Қоғамда заң мен тәртіптің орнығуы туралы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы талай айтып жүр. Кеше құрылтайда да басқосуда айтып жатыр. Заң бар, азаматтық қоғамдағы жауапкершілік қалыптасып келе жатыр. Тәртіптің орнығуы үшін нақты қадамдар қажет дейді. Кейбір мысалы алып қашуды енді көп жылдар бойы бізде қоғамда мысалы дәстүр деп қарастырып келе жатырмыз ғой енді. Бұл да қылмыстық кодекске кіргізілді. Қалай ойлайсыз, қоғамда әлі де әртүрлі кереғар пікірлер бар осыған қатысты? Сот процестері көп болады ма, әлде сол өз еркіммен келдім деп арыз жазулармен әрі қарай жалғаса береді ме бұл? Бұл заң әсер ете ме бұл тәртіпсіздіктің азаюына? Енді жалпы аса ауыр қылмыстардың болуы кейде отбасылық жанжалдардан да немесе дұрыс емес қарым-қатынастардан туындайды. Мысалы, екі жас бірге тұра алмаса, бір-бірін түсіне алмаса, ол енді ауру қарым-қатынас деп айтамыз ғой, енді оны жалғастырудың тоқтату керек. Себебі ол екі адам бір-бірімен үйлеспей, оны жалғастырып әкеле берсе, оның салдары белгілі бір жауаптылыққа, қылмысқа әкеліп соғады. Ондайлар көп тәжірибемізде. Енді жалпы кешегі соңғы қылмыстық кодекске енгізілген өзгерістерде қыз алып қашу, еркінен тыс қыз алып қашу бабы енгізілген болатын. Мысалы, кез келген зорлық-зомбылық ол қандай да бір салт-дәстүрмен ақтап алуға келмейді. Мысалы, біздің қазақтың салт-дәстүрі бір адамға қиянат жасау немесе еркінен тыс бір әрекеттерді көздемейді. Сондықтан әр нәрсені тура бағалау керек. Зорлық-зомбылықты зорлық-зомбылық деп, салт-дәстүрді салт-дәстүр деп қарастыруымыз керекпіз.
Енді бұл жерде көріп отырған адамдарға бір жағынан түсінік болу үшін қазір бұл видеоның астында да неше түрлі пікірлер болады ғой. Түсінікті жағдай ғой. Мысалы, этнографиялық тарихи тұрғыдан 20 ғасырдағы әдебиетке мысалы көз жүгірте отырып, зерттеулерге көз жүгірте өтіп түсіндіретін болса, қыз алып қашу жалпы мамандардың айтуынша неден пайда болды? Ол атастырылып қойған қыз жаңағы басқа өзі бір өз таңдауымен жігітті жақсы көріп қалады, сол жігіт атастырылып қойған қызды алып кетпеу үшін ұзатып, тойының алдында алып қашып кетіп отбасын құрып алатын болған. Сондықтан бұл дәстүрден бұрын осындай әдет қалыптасып кеткен және ол салтқа айналып кеткен дейді. Бірақ ол ешқашан қыздың еркінен тыс жүзеге аспаған. Сондықтан жаңағы енді марқұм Нұрай бар, мысалы, артынан қалмай сталкингке ақыры көнбеген үшін ақыры өлтіріп тындырып жатыр, Құдай сақтасын. Қаншама қыздарды көреміз, зорлап, екі жағынан жұлқылап басына ақ орамалды тағып жатады, алдына әжелер жатып алып жатады. Депутат Абенов мысалы сол есіктің алдына жатқан әжелер, апалардың өзін жауапкершілікке тарту керек деп жатыр. Бұл азаю керек деп есептеймін. Мен өзім азаматтық позициям солай. Сіз қалай ойлайсыз, жаңағы сол қылмыс енді алып қашу қылмыстық кодекске енді? Сол процесте қызды мысалы еркінен тыс үйде келін болуына көндіруге атсалысқан адамдар да жауапкершілікке тартылады ма енді? Енді біздің мемлекетте әркімнің еркін жүріп тұруға құқығы бар. Бір адамды еркінен тыс мәжбүрлейтін болса, ол әрине жауаптылыққа әкеліп, және де соған алып салысқан адамдар да заңның алдында жауап беру керек. Яғни арызда жаңағы келтірсе, оны? Әрине шағымданса. Яғни шағымданушы осындай ер адам мені алып қашты, оның анасы осындай тұлға мені алып қалуға көндіруге тырысты десе, онда ол да жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Оқиғаның мән-жайына қалай болды, оған не себеп болды, соған байланысты. Кешеде мысалы президентіміздің құрылтайда бойжеткен Нұрайдың қазасына тоқталуы бұл қоғам үшін бір маңызды белгі деп ойлаймын. Себебі бұл мәселені ашық айтылуы мемлекет тарапынан адамның өміріне, әсіресе әйелдің тағдырына бейжай қарамайтынын көрсетеді. Біз 21 ғасырда бейбіт заманда өмір сүреміз. Сондықтан бұл жерде әркім әр адамның құқығы және де соның ішінде әйелдің де құқығы толық қорғалу керек. Жалпы әрбір әйел өзін қауіпсіз сезінетін қоғам қалыптастыру ол бәріміздің міндетіміз. Келісеміз бен. Әсіресе қыз өсіріп отырған ана ретінде өзім кішкентай кезімде мысалы айналада айтылатын сөздер алып қашып кетпесін, алып қашып кетпесін, алып қашып кетіпті, қалуға мәжбүр болып дейді. Көп естисің, содан қорқып өскенмін. Бірақ мен ана болғанда ол басылама деп ойлап едім, бірақ мен мынау көріністерден кейін жаңағы мен өсіп келе жатқан қызымдың бойжеткен уақытында да ол болуы мүмкін деген қорқыныш бар. Бірақ мынау енді заң мүмкін өз күшіне енсе, қатаңдығын жоймаса, қоғамда енді ақпараттық манипуляциямен бірдеңе қылып ол заңды айналып өтудің тәсілдерін таппаса, ешкім жүзеге асатын шығар деп үміттенемін. Енді ана ретінде кез келген ана өзі баласы үшін әрине уайымдайды ғой. Сондықтан біз бәріміз құқықтарымызды білу керекпіз. Мен мысалы 2000-2004 жылдары жоғары оқу орындарында оқып жатқан кезде бізде сол кезде мұғалімдер түсіндірген болатын, сіздер енді біз ол кезде бойжеткендерміз ғой, сіздерді алып қашып кетсе бұл арнайы бап бар, ол жерде бұл қылмыс болып саналады. Сол кезде бұл мәселе айтылған болатын. Өкінішті. Негізі бұл ешқашан құрбан кінәлі емес, қылмыстық істе және ешқашан сіздің еркіңізден тыс әрекет жасалса, сіз оған көнуге міндетті емессіз. Сол дүниені санаға әбден сіңіріп өсіру керек сияқты ұрпаққа. Және сталкингке қатысты айтатын болсақ, бұл да қылмыстық кодекске енгізіліп жатыр. Бұның жазалары қандай, қалай ойлайсыз? Бұны нақтылау, дәлелдеу процестері қиын болмайды ма? Енді ол арызданушының дәлелдеуіне байланысты, мысалы біреуді еркінен тыс артынан еріп жүру, оны қорқыту, не болмаса әлеуметтік желі арқылы мазасын алу, оның барлығы жауаптылыққа келіп соғады. Соңғы қылмыстық кодексте енгізілген сталкинг бабы, мысалы, егер сіздің қалауынсыз бір адам сізді мазаңызды алатын болса,
сіздің тоқтатамын немесе маған жазба деген талабыңызды орындамай қайта сізді андайтын болса, оның барлығын жазған дәлелдеу үшін жазған хат алмасуларын бәрін сақтап жүру керек. Енді фиксация болса, ол әрине видеомен, оңай болады. Сталкинг ол 50 тәулікке дейін қамаққа әкеліп соғады. Жалпы қандай қылмыс болса да, егерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамға қоғам сенімсіз қарайды. Әрине. Ол келесіде басқа қылмыстар жасау немесе жұмысқа орналасуы, оның үстіне отбасы құру мәселесінде кез келген әйел адам, қыз бала сотталған адамға сеніммен қарамауы мүмкін. Сондықтан бәрі ер азаматтардың өзінің жүріп тұруына байланысты. Кез келген азаматтың жалпы өзінің өмір тарихында сот ісі болса, оған қарсы болған үкім болса, ол оның жалпы алған кезде 50 тәулік ештеңе емес деп ойлайтын адамдар да бар. Бірақ ол қалай болғанда да сіздің болашағыңызға, карьералық өсіміңізге, азаматтық имиджіңізге үлкен зиян екенін кем дегенде тек соған мән беретін адамдар үшін. Мысалы, бірақ менің ойымша сталкингтің бәрібір де мотиві болады. Бекерден бекер адамды аңдымайды. Бекерден бекер адамның тыныштығын бұзбайды. Бұның өзі ең ауыр қылмыс деп ойлаймын. Кем дегенде ол сол құрбанға үлкен эмоционалдық қысым. Өйткені адам жалпы қоғамды қауіпті деп қабылдай бастайды. Ол оңай емес. Әсіресе мысалы үлкен қалаларға оқуға кеткен қыздар бар, мысалы жалғыз өзі мысалы жүріп жатқан қыздар бар. Немесе енді тек қана бұндай сталкингпен ер балалар айналыспайды, қыздар да айналысатынын байқап жатырмыз. Тарап кеткен видеоларды көріп жатырмыз ғой осы. Бір есіктің алдында бір қызды аңдыған деген сияқты қай қылмыс болса да негізі үлкен ауыр жазаға алып келеді. Ең бірінші менің ойымша айналадағы оның жақындары, бауырлары, туыстары, достарынан полицияға шағымдану немесе жаңағы психологиялық көмек деген сияқты көмек болып тұру керек. Қоғамдағы тәртіптің орнауынан біз бәріміз ықпал етеміз. Дұрыс емес пе? Мысалы, кейбір жағдайларда болады, адам өзіне жасалып жатқан қылмыстарды жасырып қалуға тырысады да. Мысалы, кейбір отбасыларда оны ата-ананың өзі біле тұра, ананы қылмыстан адамды аяп қалу немесе бір ұят болады деген мәселелерден жасырып қалса, оның арты үлкен бір өкінішке әкелуі мүмкін. Сондықтан болған нәрсенің барлығын дер кезінде хабарлау керек. Жалпы осы сот ісіндегі 22 жылдық тәжірибеңізді жаңа айтып отырмыз ғой, қанша жылдық аналитикада қылмыстық істердің ауырлығы өзгерді ма, жеңілдеді ма деген үмітпен сұрақ қойылып жатыр енді менің тарапымнан. Бірақ айтыңызшы, әйел заты сот ісінде еңбектенуі ауырлау деп есептеймін. Мен бұл субъективті, бірақ сіз бұл жердегі объективтілік аса маңызды екенін айтып өттіңіз. Әрине жастар, студенттер, мысалы, осы мамандықты таңдағысы келетін адамдар үнемі сізден кеңес сұрап отыратыны анық. Ең көп қойылатын сұрақ қандай сізге жастардың тарапынан? Судья қызметінің қиындығы қандай, шешім шығару кезінде ішкі эмоция қандай? Енді біздің қазақта шыны керек, ата-ана қыз баланың құқық қорғау саласына немесе сот саласына баруына күмәнмен қарайды. Бірақ енді бұл өте жауапты, қадірлі, елге қызмет жасайтын мамандық. Сондықтан оның қорқатын ештемесі жоқ. Мен жастарға айтатыным, ең бірінші, мысалы бәріміз деген жоғары оқу орнында заңгерлік мамандығын алған адам тек қана судья бола алады. Бізді жоғары оқу орнында бізде мысалы адам өлтіру, жасөспірімдерді зорлау, ұрлық сияқты қылмыстық істерді теориялық тұрғыдан оқытады. Сондықтан кез келген заңгер теория жағынан дайын болу керек. Мен жастарға айтатыным, енді шыдамдылық, жауапкершілік, және де үздіксіз білім алу, және де моральдық тұрғыдан тұрақты болу. Осы мақсатта жұмыс жасаса, өзімен жұмыс жасаса, әрине бұл қызметтен ешқандай қорқынышы жоқ.
әрдайым азаматтық позициядағы тұрақтылық, объективтілік, және мамандыққа адалдық қой, бұл жерде айтқыңыз келген. Bir жағынан енді заң жобалары үнемі жаңарып отырады. Бір ғана заңның өзі сенатта бірнеше рет қаралып, бірнеше рет жаңа қосымша толықтырулар енгізіліп жатады. Сондықтан үнемі мамандықтың адаптивтік жаңағы дамытулары да жүзеге асып отыру керек қой. Мысалы, кез келген заңгер қылмыстық кодексті жаттап алуға міндетті емес. Себебі ол адам жатталып санасында қалып қойса, заң күнде өзгеріп жатыр. Әрине. Толықтырулары бар, алып тастаулары бар. Сондықтан біз ең мықты заңгер заңды қай жерден іздейтінін білу керек. Қай заңды қолданылатынды білетін болса, бағытын білу керек қой. Әлеуметтік желіде заңдардың бәрі жүктелген, оны ашық алып танысып оқуға болады. Менің ойымша әрбір азамат заңды білу керек, база ғой енді, қарапайым. Енді біздің конституциямызда адам және адам құқығы деген бөлік бар, оны білесіздер. Сондықтан Қазақстан Республикасының азаматы өз елінде жүріп тұрған кезде ол өздерінің құқықтарын барлығын білу керек. Айтыңызшы, сіздің осы мамандықтағы қанша жылда ең ауыр сот процесі қандай болды? Ең қиын, ең ауыр, ұмытылмайтын, адамдық пен мамандықтың арасындағы конфликті бәлкім туғызған. Енді жалпы біз мамандар, сіз айта өткендей, мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотпыз. Бұл жерде аса ауыр санаттағы қылмыстық істер қаралады. Яғни санкциясы 12 жылдан өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы көзделген қылмыстық істер қаралады. Бізде адам қазасымен аяқталған істер, жаңа айта өткендей, ол ешқайсысы тез ұмытылып кетпейді. Менің өндірісімдегі 10 жыл судья болып қызмет жасаған кездегі істерімнің барлығы жеңіл болды деп айта алмаймын. Себебі адам және адам тағдыры алдымда тұратын. Мысалы, менде өте бір ауыр қылмыстық іс болды. Анасы мен баласына қатысты. Оған шешім қабылдау, бір отбасының екі адамына шешім қабылдау маған қиын болды. Бірақ адам шығынымен аяқталған қылмыстық іс әркім өз іс-әрекетіне сәйкес жауап беру керек. Қандай жағдай болды? Не болды? Жарайды, еске алғыңыз келмейді, түсінікті. Бұндай сәттерде сіз таза заңға, соған қарайсыз. Тағдырың анаңдікіндей болғанын қаламадым. Бірақ әлгі адам бәрін ойран етуі мүмкін. Мынау не өзі? Үлкен абысыным әрдайым жұмыс істейді. Ал ортаншы абысын жасанып әрі-бері жүре ме? Бұл дұрыс емес. Мен бұл үйге сіздің шақыруыңызбен келген жоқ. Сіз кет десеңіз де кетпеймін. Мен тек өз еркіммен кетем. Ауыр болған жағдайда. Енді судья істі қараған кезде заң талаптарын басшылыққа алады. Бірақ біз, егер ол адамды сезінбесек, біз адами қасиетімізді жоғалтамыз. Бізде адам баласы болғандықтан, сол адамның жағдайын түсініп, мысалы білесіз, кез келген адам өздігінен ашуға берілмейді. Бізде процестерде, мысалы, сот болғасын бір тарап әрине наразы болады, сол кезде ғайбат сөздер айтылуы мүмкін. Өте жиі. Бірақ менің жағдайымда бір ондай ситуациялар көп бола берген жоқ. Дегенмен, егер де істің мән-жайын дұрыс қарап, адамның түсіне білсең, адаммен байланыс орната білсең, мен ойлаймын, адам өздігінен ашуға берілмейді деп. Сіздің әріптесіңіз, енді мен атын атап түстемей-ақ қойын, бірақ ұмытылмайтын бір ситуация болды деп есіне алып отырды. Үкім шыққан және жаңағы сол жазаланушы тараптың туыстары кәдімгі бір ауызбен судьяны қарғап тастаған. Шығып кеткеннен кейін мен өзіме келуім маған кем дегенде бір ай керек болды. Мен жаңағы мәжбүрлі түрде демалысқа шығып кеттім дейді. Содан кейін өзіме келуім қиын болды дейді. Өзімнің істеген ісіме күмәнданып кеткен сәт болды дейді. Бұл ситуация шынымен ойландырып тастады. Сізде ондай жағдайлар болған жоқ па? Мен өз шешіміме ешқашан күмәнданған жоқпын. Бірақ біздің
тәжірибемізде бұл болады ғой. өте көп қарғау сөздер айтылады, ауыр сөздер айтылады. Енді біз судья ретінде ол адамды егер қылмыс жасаған дәлелденген болса, қылмыстық жауаптылықтан босата алмаймыз. Оны кейбір жағдайда адамдар түсіне бермейді. Мысалы, менде есімде ауыр сөздер айтып кеткені, мысалы, көлік жүргізіп батқан кезде, немесе үйге барған кезде жиі есіңе түседі, мысалы, ол мәселелер ұмытылып кетпейді оның барлығы. Тұрады ғой. Бірақ оған енді мән бермеуге тырысамыз, себебі өз жұмысыңды адал, әділ шешім шығарсаң, жүйесіз қарғыс есін тікпейді. Жалпы осы сіз айтып отырған осы бүкіл сұхбаттағы мысалы мамандықтағы эмоционалды ауырлық бар, иә? Бұл қалай десек те, мысалы бізде журналистиканы таңдайтын адамдар автоматты түрде білет айналасында. Кейде мысалы саяси өте маңызды ситуациялардың кезінде журналист түнімен жұмыста болып қалуы мүмкін, мерекелерде журналист жұмыста жүруі мүмкін деген сияқты, сәйкесінше журналист кейде шаршап жүреді. Ол енді түсініп тұрсыз, әр мамандықтың, мысалы, құқық қорғау органындағы адамдардың өзінің эмоционалдық кейде стрессте жүреді, күйзелісте жүреді деген сияқты. Дәл сол сияқты сіздердің мамандықтарыңызда да эмоционалды ауырлық көп. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, әртүрлі сөздер кейде санада қалып қояды, көлікте кетіп бара жатқанда еске түседі, айналып тұрады деп. Осының жағдайдың барлығы, мысалы, отбасы ішінде немесе әртүрлі ситуацияларда өмірде өзіңе сенімділігіңнің артуына кейде әсерін тигізуі мүмкін. Бұл енді адами факторларды айтамын. Енді осыдан келіп, осы фонды сақтай отырып, сұрақ, жастарға сіз қандай кеңес берер едіңіз? Осы мамандықты таңдау кездегі негізгі ережелер қандай? Жастарға айтатыным, біріншіден үлкен жауапкершілік. Бұл атақ үшін таңдайтын мамандық емес. Себебі заң талаптарына сәйкес сотта мақсаты әділ шешім шығару, бейтараптылықты сақтау, соған моральдық тұрғыдан берік болу керек. Судья болу оңай емес. Мысалы, білмеген адамға судья қызметі бұл беделді киім, биік орындық, немесе сот келе жатыр деген бір шексіз құрметке ие болатын мамандық деп көрінуі мүмкін. Алайда осы қызметтің қазанында қайнап көрген, сол қазанның қақпағына бірлік болса да бас сұққан адам бұл қызметтің артында үлкен жауапкершілік жатқанын түсінеді, үлкен еңбек жатқанын түсінеді. Мысалы, жер бетіндегі сан мыңдаған мамандықтардың қиындығын айтсақ, соның ішінде жанның арашасы дәрігер болса, тағдырдың арашасы судья. Судья ол күнделікті ізденіс, оқу, біліміңді арттыру, өзінің жеке уақытымен санаспай жұмыс жасау, әділ шешім шығаруды мақсат етеді. Сондықтан бұл судья қызметі бір құрылысшы, мұнайшы сияқты қара күш талап етпейді. Ол ойға салмақ түсіретін жауапты қызмет. Себебі біріншіден сенің алдында адам және адамның тағдыры. Сондықтан ол моральдық, оны сарапқа салған кезде моральдық үлкен дайындықты керек. Енді сізді сөздің басында айттық қой, әкеңіз халықтың қызметшісі болуға арналған мамандықты таңдауға кішігірім жігер сыйлады деп, иә. Қазір сіз енді 22 жыл болды, осы халықтың қызметшісі, үлкен жауапкершіліктегі қызметтегі адамсыз. Ал үйдегі Зарема ата-анасының еркесі болып, бауырларының арасындағы 4-ші болып дүниеге келген тәтті қыз болып қала алды ма? Әлде мамандық мінезге әсер етті ма? Енді жұмыстың көптігіне байланысты кейде бос уақыт бола бермейді. Бірақ мен барлық бос уақытымда отбасыма арнауға, анамның қасында болуға тырысамын. Енді жаңа сізге бірнеше рет айттым, біз судья болып бір салқындық, соққандықты емес, біз адами қасиеттерімізді жоғалтпаймыз. Сондықтан үйдегі Зарема. Сіздің есіміңізді Зарема деп кім қойды? Әкем қойды. Не себепті бұл есімді таңдады екен? Мен отбасында 4-ші қыз болып дүниеге келдім. Енді қазақ білесіз ғой, ұл күтеді. Сондықтан басқа ұлттың атын қойсын деген қағидамен
мені Зарема деп қойды, және де менің артымнан кейін ұл бала болды. Сондай дәстүр бар ма? Иә. Яғни басқа ұлттың есімін қойса, содан кейін ұл дүниеге келеді. Иә. Ұл бала, ұл болсын, ұл туған деп ат қоюдың қажеті жоқ. Мынау жақсы лайфхак екен, Жоқ, мен Зарема деген кезде мен сізді алдымен басқа ұлт өкілі деп ойлап қалғаным рас. Бірақ мынаны бірінші рет естіп тұрмын. Қызық ситуация екен. Ұл дүниеге келді. Иә, менен кейін ұл дүниеге келді. Ең бастысы, енді қалай болғанда да ата-ананың үміті ақталып жатса, отбасындағы береке, қандай маман болсаң да, отбасында сен сол отбасындағы әдемі берекені келтіріп отырған сүйікті жаңағы бауыр, қызы, ата-анасы бола алғаның да үлкен міндет қой, үлкен жауапкершілік қой. Және сөз соңында жалпы енді заң мен тәртіпті негізгі қағидалардың бірі қылып, алдыңғы қатарға қойып, қазір қоғам адамдық азаматтық жауапкершілікті бірінші орынға қоя бастады. Идеологиялық тұрғыдан жан-жақта жұмыстар жүріп жатыр, байқаймыз. Және осы салада 22 жыл еңбек етіп жүрген маман ретінде айтыңызшы, қаншама кезеңді, қаншама даму кезеңін бастан өткіздіңіз. Біздің еліміздегі сот жүйесіне қандай жаңалық күтесіз? Бізде соттардың жұмысы ашықтық және елдің сенімін, сот жүйесіне сенімін арттыру. Мысалы, кешеде резонанс істер қаралып аяқталғаннан кейін мен қоғамның тарапынан, халықтан өте көп қолдау сездім. Мысалы, әлеуметтік желіге оң пікірлерін жаза бастады, сот жүйесіне сенімдері арттырды. Маған өзіме жекеге жаза бастады. Кейбір адамдар сіз шаршап тұрсыз ғой, сізге кофе беріп жіберсем бола ма, сізге тамақ беріп жіберсем бола ма деп өздерінің пікірлерін, өздерінің ақ тілектерін жаудырып жатыр да. Мен бәрін қабылдап айтып жатырмын, ризашылығым білдіріп жатырмын пікірлеріне. Бірақ мен ондай ұсыныстарды қабылдай алмайтынымды жеткіздім, себебі заң бізге рұқсат бермейді, оны қарапайым халық көбі түсіне бермейді. Жалпы халықтың батасына да, бағасына да жететін ешқандай марапат жоқ. Ол еш нәрсемен өлшенбейді. Сондықтан мен жалпы айтатыным, қылмыс жасаған адамдар, ол темір тордың ар жағында өмір оңай емес екенін кеш түсініп қалады. Сондықтан мен бар арманымда, мақсатымда біз бейбіт заманда өмір сүреміз, еркін жүріп тұрамыз. Сондықтан өз мүмкіндіктерімізді жоғалтып алмай, заңды бұзбай, бейбіт заманда қылмыс болмаса екен, ешқандай ата-ана, ана жыламаса екен, ешкім бауырын жоғалтпаса екен, біз жақсы заманда өмір сүрген, соның қадірін білсе екен деп ойлаймын. Негізі барлығымыздың да арманымыз сол ғой енді, расымен де ашу бір сәттік дүние, бірақ салдары ұзаққа созылып кететін қасірет. Сондықтан әрбіріміз әділетті қоғамды құра алатын адал ниеті бар азамат болуға ұмтылайық. Ең бірінші өзіңе, өзгеге адал болу, таза болу, менің ойымша сол өмірдің қарапайым заңдары мен нағыз заңдарда жақсы дүниелерге жетуге болады деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет, сізге барынша ашық түсіндіруге талпынғаныңызға рахмет. Құрметті көрермен, қай дүниелер сізге ерекше әсер етті? Әдеттегідей пікір қалдырып, ойыңызды ортаға салсаңыз, Зарема ханым оқып, кері байланыс ретінде оны да көріп. Рахмет сізге. Сәттілік тілеймін.